Барлықтарыңызға сәлем достар. Сіздерді күшті монтаж марафонында көргеніме өте қуаныштымын. Бүгін бізде бірінші сабақ. Сабақты бастамай тұрып, мен алдымен бізді алда не күтіп тұрғанын айтайын. Біздің сабақ жалпы 5 сабақтан тұрады, біздің марафон. Соның 2 сабағында біз Adobe Premiere Pro программасын үйренеміз. Қалған 3 сабақты біз Adobe After Effects программасына арнаймыз, және бонус сабаққа сіздерге Салауат Мырзаның операторский искусстводан беретін бонус сабағы болады. Жалпы Adobe Premiere Pro, Adobe After Effects программасы неге біз именно 2 программаны үйренеміз? Жалпы 2 программаның бір-бірінен айырмашылығы қандай? Екеуі де бір фирманың программасы, Adobe деген фирманың, бірақ Premiere Pro ол видеоға базовый монтаж жасауға арналған. Яғни видеоны қиып, кесіп, музыка қойып, цветокоррекция жасау, бұл барлығы Premiere Pro'ның жұмысы. Ал After Effects бұл скорее VFX деп айтады ғой, күрделі монтаждар, визуалды эффекттер жасауға арналған программа. Екеуін бірге үйрену өте маңызды, себебі Premiere Pro'ның ішінде эффекттер жасау қатты күшті емес, ал After Effects программасы базовый монтажға онша жақсы емес. Екеуін қоссақ біз күшті видео монтаж наборын аламыз. Все, достар, уақытты кетірмейміз, онда Premiere Pro программасын ашайық. Все, достар, бізде программа ашылды, Premiere Pro бізді қарсы алып отыр. Және де, егер сіздерге жаңадан проект ашу керек болса, онда New Project деген бөлікті таңдайсыздар. А если осыған дейін Premiere Pro'да жұмыс істеп, жұмысыңыз жалғастыру керек болса, мына жерден өзіңіздің проектін таңдайсыздар. Байқасаңыздар, мен ешқашан дені дұрыс ат қоймаймын проекттарыма, и потом олар жоғалтып аламын да іздеп жүрем, қайсы екен білмей. Жарайды, біз новый проект ашамыз. Келесі ашылған менюда біз өзіміздің проектімізге ат қоя аламыз. Мен давайте күшті монтаж деп ат қойын. Күшті монтаж бірінші күн дейін. Осы жердегі самый маңызды бөліктің бірі ол рендер бөлігі. Бұл жерде, егер сіздерде болса, Mercury Playback Engine CUDA деген таңдайсыздар. Не себепті болса дедім, өйткені егер сізде ноутбуктан видеокарта болмаса, немесе ноутбук слабый болса, бұл бөлік сіздерде ашылмайды. Если ашылып тұрса, міндетті түрде осыны таңдаңыздар. Өйткені Premiere Pro сіздің видеокартаңызбен жұмыс істейтін болады, егер осыны таңдасаңыздар. Все, окейді басамыз. Интерфейс ашылды. Қорықпаңыздар, вообще қорқынышты интерфейс емес. Каждый бөлікті мен сіздерге қазір түсіндіріп беремін. Ең бірінші өтетін бөлігіміз қазір бұл Project панелі. Бұл жерге өзіміздің видеомызда қолданатын видеоларымызды, музыкаларымызды бәрін осы жерге енгіземіз. Мен сіздерге арнайы файлдар дайындап қойдым. Бұл біздің осы жақында түсірген киномыздың кадрлары көз алдымда деген. Осыларды давайте енді Project панеліне лақтырайық. Лақтырдық. Енді файлдар лақтырғаннан кейін біз жаңадан секвенция ашу керекпіз. Секвенция деген неме нәрсе? Секвенция деген бұл сіздің видео монтажыңыздың жалпы өтетін жері. Сіз сол секвенцияның ішінде монтаждайсыздар. Секвенцияны қалай ашу керек? Мына бір бөлікте New Item деген бөлік бар. Сол New Item деген бөлік таңдайсыздар да, Sequence деген ең басында тұр, соны басасыздар. Мына ашылған терезеде, мына жерде Settings деген панель бар. Сол Settings деген панельді басасыздар. Все. Енді бұл жерде біз өзіміздің болашақ видеомыздың форматын таңдаймыз, кадрларын қоямыз, разрешениясын таңдаймыз. Барлығы осы жерде өтетін болады. Бұл өте маңызды. Бұл жерде ең бірінші ашылған бөлікте, Editing деген бөлікте біз Custom деген таңдаймыз. Одан кейін астында видеомыздың қанша кадр болатынын көрсету керекпіз. Бұл сіздің видеоңызға байланысты. YouTube-қа 60 кадрлық видео істеуге болады. Если сіз киноны монтаждасаңыздар, 24 кадр таңдайсыздар. Мен қазір киноны монтаждаймын деп есептейін. Сол үшін мен 24 кадр таңдаймын. Если сіздер той түсірсеңіздер, басқа бірдеңе түсірсеңіздер, мероприятиялар болса, онда в принципе 60 или 30 кадр нормально. Все, кеттік. Оның астында видео деген бөлікте біз видеомыздың соотношение сторон дейді. Яғни қанша сантиметр, қанша миллиметр биіктігі, ұзындығы қанша болды, соны таңдаймыз. Бұл жерде жалпы сіз болашақ видеоңызды қайда салмақшысыз, соған байланысты. Если сіз мысалы Instagram Storiesқа видео істеп жатсаңыз, онда 1080-1920 деген формат сізге келіп тұр. Если сіз квадратный видео керек болса, Instagramға тоже, онда 1080-1080. Жалпы мен сіздерге қазір мынандай график көрсетем. Осы жерден сіз өзіңіздің болашақ видеоңыздың размерін тауып қойсаңыздар болады. Мен қазір Full HD форматында істеймін, 1920-да 1080, 16:9 деген форматта істеймін. Бұл киноның форматы. Все, 24 кадр, Full HD. Окей деймін. Менде жаңадан секвенция ашылды. Сол секвенциямен бірге ол секвенцияның таймлайны ашылды. Таймлайн деген бұл біздің уақыт линиямыз. Осы жерде біз өзіміздің видеомыздың уақытының аралығында ауысып отырсақ болады. Давайте бағанағы таңдаған видеоларымызды өзіміздің таймлайнға лақтырамыз.
любой видеоны таңдаймын да таймлайнға просто апара саламын. Все, біздің видеомыз таймлайнға орналасты. Енді жалпы видеоны көрсек болады. Енді біздегі ең маңызды панельдердің бірі бұл программ панелі. Программ панелінде біз жалпы видеомыздың қалай шығып жатқан көреміз. Жалпы видеомызда не болып жатқан біз осы программ панелінен көреміз. Міне ауыса берсек болады. Мынау таймлайн панелі, бағана айтқандай, уақыт линиясы. Давайте енді осы басқа видеолар тоже орналастырайық. Міне мен тағы да бір видеоны орналастырдым. Бір видеоны тоже орналастырайын. Жалпы қанша видео керек, сонша видеоны сіз өстіп орналастырасыздар. Таймлайн туралы сіздермен кішкене толығырақ сөйлесіп көрейік. Таймлайн деген жалпы не нәрсе? Бағана айтқандай бұл уақыт линиясы. Бұл екі бөліктен тұрады. Мына ортадан бастап екі бөлікке бөледі. Үстіңгі бөлік бұл видеоға арналған бөлік, астыңғы бөлік бұл аудиоға арналған бөлік. Все, видеомыз таймлайнға орналастырдық. Енді давайте видеомызға музыка қосайық. Барлығы бағанағыдай. Просто музыка, керекті музыканы таңдаймыз да таймлайнға Project панеліне апарамыз, енгіземіз, потом ол музыканы таймлайнға апарамыз. Все, бізде музыкамыз видеоға орналасты. Видеоңызды қосып көру үшін сіз пробел кнопкасын басасыз. Видеоңыз қосылады, тоқтату үшін қайтадан пробелді басасыздар. Осы жерде егер сізге мына таймлайн ыңғайсыз болса, таймлайнды кішкене үлкейтіп, детально қарағыңыз келсе, сіз клавиатураңызда плюс кнопкасын басасыздар, таймлайныңыз үлкейеді, минус кнопкасын басасыздар, таймлайныңыз қайтадан кішірейеді. Все, маған примерно таймлайнды үлкейту керек. Енді мына видеода менде керек емес нәрселер өте көп. Давайте мен артық ауыс нәрселердің барлығын алып тастайын видеодан. Ол үшін бізге инструменттер панелінен лезвие деген құрал керек болады. Лезвие құралын таңдаймын. И өзіміздің қай жерден бастап кесу керек, сол бөлікті видеода көрсетемін, соны басамын. И осы бөлік менде кесілді, екіге бөлінді. Все, кескеннен кейін мен мына үстіндегі selection tool'ды қайтадан таңдаймын да видеомды уже таңдап өшіре аламын, допустим, осылай. Осы жерде айтарым, егер сіз мысалы видеода бірнекені косячить етіп қойсаңыз, бір нәрсе өшіп қап, сөйтіп қап, бүйтіп қап бірнеке болса, онда Ctrl-Z кнопкасын басасыздар и барлығын қайтадан қалпына келтіруге болады. Жаңағы лезвияны сіздер постоянно бүйтіп мышкамен баспай, клавиатураңызда S кнопкасын бассаңыздар ағылшынша, сіздің лезвияңызды таңдауға болады. S кнопкасымен басамында керек емес аймақтарды көрсетемін программаға. И V кнопкасын басамын да selection tool таңдаймын да керек емес нәрселердің барлығын өшіріп тастаймын. Все, енді таңдалған бөлікті видеоның ең басына апарамын. И видеомыз сразу былай басылады. Осы жерде егер сіздің программаңыз қатып, компьютеріңіз тартпай тұрса, онда мына программ деген панельден мына full дегенді 1.2, 1.4, 1.8 дегенге түсірсеңіз болады качествосын. Қазір монтаж кезінде качествосы онша емес болып тұрады, бірақ кейін сақталған кезде ол нормальный качество сақталады. Яғни бұл сіздің жұмысыңыз кішкене болсын жеңілдету үшін. Давайте менде енді ондай проблема жоқ, fullды таңдаймын. Все, ары қарай кеттік. Все, енді давайте таймлайнға дұрыстап мән берейік. Таймлайнда бізде мына жерде мынандай бір магниттің белгісі тұр. Бұл өте маңызды кнопкалардың бірі. Мысалы қарап, мен қазір видеоны бүйтіп бір-біріне жақындатсам, программа автомат түрде бір-біріне қосып салады. Яғни мен оны дәлдестіріп, келтіріп, басқа тұрмаймын. Егер мына жерде магнит өшіп тұрса, оны бір-біріне ровно қою өте қиын болады. Қараңыздаршы, уже қою ыңғайсыз. Сол үшін міндетті түрде магнитті қосып қойыңыздар. Бұл сіздің жұмысыңызды әлдеқайда жеңіл қылады. Магнит қосылып тұр. Енді қарасаңыздар, мына жерден бізде видеоның астында музыка тұр. Сонымен қоса, видеоның өзінің черновой звуктары, біздің дауыстарымыз видео түсіріп жатқан кездегі тоже шығып тұр да. И бұл бізге керек емес, сол үшін біз мына видеоның өз дауысын алып тастау керекпіз. Қалай алып тастаймыз? Просто удалить ете салу не получится, өйткені егер біз удалить етсек, видеоның өзі в целом өшіп қалады. Не себепті? Өйткені видео мен аудио бір-біріне байланған, бір-біріне жабыстырылған. Давайте Ctrl-Z-ті басып қайтадан қалпына келтірейін. Оларды бір-бірінен ажырату керек. Ол үшін бізде арнайы кнопка бар, мына жерде Linked Selection деген. Осыны өшіріп тастасақ, онда видео мен аудио бір-біріне бағынбайды, екеуі ажырайды. Сол кезде біз аудионы өшіріп тастаймыз, и видеоға ештеңке болмайды, видео өзі қалады. Все.
Бізде қазір видео ғана тұр, аудиосы жоқ. Давайте бүкіл нәрсенің, мына жердегі бүкіл видеолардың да аудиоларын өшіріп тастайық, керек емес бізге. Все, ары қарай кеттік. Қазір мен сіздерді вообще тағы да күшті панельмен таныстырамын. Мысалы, ол панель не үшін керек? Мысалы, мен қазір бүйтуіме болады. Мына видеоны таңдап, мына жерге лақтырып, потом барып, оның керексіз бөліктерін қиып, басқа тұруыма болады. Прям таймлайнды оны қиып салуыма болады. Немесе видеоны лақтырмай тұрып, таймлайнға лақтырмай тұрып, олардың бізге именно қандай бөлік керек, сол бөлікті таңдап берсек болады Premiere Pro-ға. Ол қалай жүзеге асады? Ол үшін біз видеоға 2 рет басамыз. Және біздің видеомыз Source монитор панелінен ашылады. Бұл жерде біз уже исходникті көреміз. Яғни видеоның өзі музыканың барлығына жерде қосылмайды. Егер пробелді бассақ, сол видеоның өзі исходник, яғни черновой видеоның өзі ғана ашылады. Осы жерде біз программаға таңдап беру керекпіз. Бізге қай бөлік керек? Мысалы, маған мына жерлер керек емес. Именно осы бөлік қане, қолды көтеретін бөлік қане керек деймін. Сол үшін мен Source монитор панелінен міне бір Mark In деген кнопканы, немесе I деген кнопканың клавиатурада басамын, ағылшынша E. Одан кейін, бұл біз осы жерден басталады видеомыз. Одан кейін қай жермен аяқталу керек? Міне мына жерде аяқталу керек. Сол үшін Mark Out'ты басам. Немесе O кнопкасы. Бастым. Енді мен осы видеоны таймлайнға лақтырсам, маған именно керекті бөлік қана таймлайнға лақтырылады. Артық ауыз ештеңке алмайды. Именно қайсы жер керек, маған сол жерге лақтырылды. Және бұл жерде бұл панельдің тағы да бір күшті функциясы бар. Мысалы, менде мынандай видео бар. Яғни бұл видео, бірақ музыкасы керек маған. Видеоның өзі керек емес, музыкасы ғана керек маған. Сол үшін мен Project панеліне лақтырамын, 2 рет басамын, Source монитор панелі ашылады. Мен бұл жерден, мына жерде 2 кнопка тұр, видео және музыка деген. Мен осы жерден только музыкасын ғана алу үшін музыканың белгісін басамын да таймлайнға апарам. И менде только музыкасы ғана барды. Көрдіңіздер ме? А если видеоны апарсам, только видеосы ғана бар үстіндегі. Все, окей. Давайте мен мына музыканы өшіп тастайын да, өзімнің жаңа музыкамды қойып қойайын. Все, музыканы қойдым. Енді мына жерде тоже артық ауыс аудиоларды бәрін өшіп тастайын. Таймлайн деген нәрсе бұл былай. Не нәрсенің үстінде тұрса, біз экраннан соны көреміз. Яғни бұл торт сияқты, торттың бетіне бір слойды қойсаңыз, егер үстінен қарасаңыздар, соны ғана көресіздер, астын көрмейсіздер. Сол сияқты, если сіз таймлайнда бір видеоны үстіне қойсаңыз, сіз сол үстінде тұрған видеоны көресіз. Қараңыздар. Менде мына видео тұр, еще мына видео тұр, иә? Бірақ мен көремін үстінде тұрған видеоны, өйткені ол жоғарыда тұр. Сол үшін видеом қайда деп іздеп жүрмеңіздер, өйткені ол видео астында кетіп қалса, ол көрінбейді. Все, қазір менде мына видеоның астында тұр, сол үшін мен экранда үстінде тұрған видеоны көрем. Бұл жерде тағы да бір нәрсе сіздерге айтайын. Если сіз видеоңызды қысқартудың тағы да бір тәсілі, егер сізге видеоңыз басын алып тастау керек болса, просто видеоңыздың ең бірінші бөлігіне басына мышкамен апарасыздар, сол кезде мынандай знак пайда болады, қызыл түсті. Осы арқылы видеоңызды бүйтіп қысқарта берсеңіздер болады. Немесе ұзартсаңыздар болады. Все, біз көбінесе киноларымызда бір адамдарға фильмнің эффектісін беру үшін, киноның эффектісін беру үшін видеомызға мынандай қара сызықтарды қоямыз. Бұл каше деп айтылады. Давайте біз өзіміздің видеомызға торсында бір каше эффект қосайық. Бұндай эффект қою өте оңай. Мен сіздерге дайын осындай PNG файл дайындап қойдым, прозрачный фонмен фото дайындап қойдым. Осыны просто өздеріңіздің видеоларыңызға лақтырасыздар, проекттарыңызға, и былай үстіне қойып қоясыздар. Видеоңыз үстіне қойып қоясыздар. И сіздерде осындай күшті киношный эффект болатын болады. Все, енді давайте видеоны кішкене әдемілеп жіберейік, дұрыстап қояйық та, видеоны сақтауды үйренейік. Так, мен мына кадрлардың барлығын бір-біріне қосамын. Музыкаға кішкене сәйкес келтірейін музыкаға. Айтпақшы, мына сіз фотоны лақтырасыз, карше фотоны. Оны любой ұзындыққа соза беруге болады. Оны даже видеоның аяғына дейін полностью сол карше эффекті қоя салуға болады. Міне қараңыздар. До конца осы эффект тұратын болады. Все, енді дұрыстап кішкене монтаждайық. Енді басындағы жүріп келе жатқан момент бізде керек емес, уже жүріп жатқан момент керек екеуінің. Все, мына жерді қоямыз. Қалған бөліктерді S кнопкасын басу арқылы лезвияның шақырамында
өшіріп тастаймын. Және жерде мынандай күшті бір видео болған. Екеуі кетіп бара жатады и үстерінен жапырақ құлайды. Осы видеоны давайте. Мына жақтар керек емес, біздің жапырақ лақтырған бөліктеріміз. Именно жапырақтың ұшып бара жатқан моменті керек. И деген кнопканы басамын да, О деген кнопканы басамын, керекті бөлігімді таңдаймын да, просто таймлайнға видеоны лақтыра саламын. Все, давайте енді видеомызды сақтайық. Сақтау үшін, жалпы видеоны істеп болғаннан кейін, сіздер оны сақтау үшін мына жерде файл, ең жоғарысындағы файл панелінен экспорт деген кнопканы басасыздар. И осы жерде медиа деген бөлік таңдайсыздар. Все, Ctrl-M. Енді осы жерде видеомызды уже сақтаймыз. Мен сіздерге желательно еш нәрсені өзгертпеуге совет беремін. Бұл жерде өйткені Premiere Pro сіздің видеоңыздың форматын уже қойады осы жерде. Просто мына Output Name деген жерде видеоңызды қайда сақтау керек, соны таңдайсыздар. Рабочий стол и видеоңызға ат қойыңыздар. Мысалы, көз алдында деген киноның кадрлары. Сол үшін көз алдында деп айтайық. Сохранить дейміз. И уже бәрі дайын болған соң экспортқа жібереміз. Видеомыз экспортталып жатыр. Видеомыз сақталды, ашайық. Құтты болсын достар, біз өзіміздің бірінші видеомызды істедік. Енді келесі сабақта біз осы Premiere Pro-дағы эффекттер жасау, жалпы Adobe Premiere Pro программасын кішкене толығырақ үйренетін боламыз. Өтпей қалған панельдерімізді өтеміз, переход қою, басқа нәрселердің барлығын келесі сабақта үйренеміз. Одан кейін, үшінші сабақтан бастап бізде Adobe After Effects программасы бастады. Ол жерде уже мощный монтажды қалай жасау керек болатынын сізге көрсетеміз. Так что, сіздер міндетті түрде үй жұмысын орындаңыздар. Үй жұмысы осы Telegram чаттың ішінде болады. Міндетті түрде үй жұмысын орындаңыздар. Үй жұмысын өздеріңіздің Instagram стористарыңызға мені белгілеп сал қойыңыздар. Мен сол стористарға разбор жасаймын. Сізге несі дұрыс, несі бұрыс екен барлығын сол жерде айтамын. Сонымен достар, марафонға қатысқандарыңызға үлкен рахмет. Келесі сабақта кездескенше.